Қайырлы күн, балалар. Менің аты жөнім Алтамжарова Жаңагүл Әбжәмиқызы. Информатика пәнінің мұғалімімін. Онлайн сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құжатты басып шығаруға дайындау. Сабақтың мақсаты құжатты баспаға дайындау, парақ өлшемдерін өзгерту, бет өлшемдерін қою және алдын ала көру режимін қарай алу. Балалар, экранға назар аударайық. Суретте не бейнеленген? Бұл суретте баспа құрылғысы бейнеленген, яғни принтер бейнеленген. Осы принтерге біз құжатты қалай шығара алады екенбіз, сонымен таныс болайық. Яғни Microsoft Word 2007 бағдарламасында Word мәтіндік процессорында парақ параметрлерін ауыстыру үшін беттің орналасуы бағдар командасын орындаймыз. Ол үшін бірінші Word мәтіндік редакторын ашайық. Word мәтіндік редакторында парақ параметрлерін ауыстыру үшін бірінші беттің орналасуы командасынан бағдар бөлімшесін таңдап, яғни таңдаған кезде бізде кітап және альбом екі түрі бар. Егер біз кітапты таңдасақ, біздің құжатымыз тігінен орналасады, ал біз альбомдықты таңдасақ, ол кезде құжатымыз біздің альбом түрінде көрсетіледі. Ал беттің параметрін қою командасы беттің орналасу командасының ішінде жиек бөлімшесін орындаймыз. Үнсіз келісім бойынша кәдімгі жиек бізге қолданылады. Біз автомат түрде көбісіміз осыны қолданамыз. Беттің шекарасы, яғни границы страницаны таңдаймыз. Таңдаған кезде егер рамканы таңдауымызға болады, тень, көлемді, басқа деген бар. Көбінесе біз мынау жиек рамканы қолданамыз. Мына жерде түс арқылы да қолдануға болады. Немесе сызықтардың түрлерін арқылы қолдануға болады, және мына жерде суреттер арқылы да қолдануға болады. Бірнеше суреттер берілген. Немесе типті таңдауымызға болады. Мына жерде типтерді таңдап көрсек, кез келген бір типті алып, және оның өлшемін де өзгертуімізге болады. Яғни ұзындығының окей батырмасын бассақ, біздің жұмысымыздың жиегі өзгерді. Немесе қайтадан барып, беттің шекарасына барып, қайтадан біз суретті қолдануымызға да болады. Кез келген біреуін таңдап, окей батырмасын бассақ, біздің шекарамыз, беттің шекарасы өзгерді. Бетке нөмір қою командасын, яғни вставка кірістіру бөліміне барып, беттің нөмірін қою бөлімшесіне барып, жанында тұрған үшбұрышты нүктені басамыз. Сол кезде бізге әртүрлі беттерді қоюдың түрлері шығып тұр. Яғни жоғарғы бойынша бірнеше түрлі үлгісі бар. Және төменгі жағы бойынша, беттің төменгі жағы бойынша орналасуы, өріс бойынша орналасуы, және кәдімгі орналасу бойынша қойылған. Біз көбінесе мынау төменгі бетті орналасуды таңдаймыз. Біреуін таңдап көрейік. Яғни біздің бетіміз нөмірі мына жерде төменде тұр. Оның бірінші бет болып төменде орналасты. Немесе біз қайтадан вставкаға барып, вниз, егер шетін сол жақ шетіне деп оң қарасақ, беттің нөмірі сол жақ бетіне барады. Өйстіп бірнеше түрін қоюымызға болады. Құжатты баспаға дайындау үшін бірінші алдын ала қарау қажет екен. Оны мына командамен орындаймыз. Бірінші тәсіл офис батырмасын басып, алдын ала көру командасын орындаймыз. Екінші тәсіл Alt, Ctrl, ағылшынның I әрпін бірге басып орындауға болады. Бұл яғни горячий клавиш немесе ыстық пернелер деп аталады. Ал осы әрекетті жұмысты Word'та жасап көрейік.
офис батырмасын басып, баспа командасын орындаймыз, алдын ала қарау режимін қараймыз. Яғни қарасаңыздар, біздің құжатымыз көрініп тұр, және оның көлемін, масштабын үлкейтіп кішірейтуімізге болады. Яғни экранның сол жақ шетінде орналасқан. Немесе егер бізде бірнеше бет болатын болса, келесі бетті қарауымызға болады, немесе артқа шегінуімізге болады. Мына жерден бір бет бойынша, немесе экран бетінде екі бет бойынша көруге болады. Яғни книжный, альбомный бағана айтқандай, кітап немесе альбом түрінде өзгертуге болады, өлшемін өзгертуге болады, және өрісін өзгертуімізге болады. Және параметрі, яғни параметрінде осы жерден көруімізге болады. Болғаннан кейін, құжатымызды дайындап болғаннан кейін, барлығы дұрыс орындалса, біз закрыть, яғни закрыть окно предварительного просмотра, яғни алдын ала қарау терезесін жабу батырмасын бассақ, бастапқы қалпына келеді. Және бұл әрекетті жаңа айттық, Ctrl, Alt, I пернесін бірге бассақ, яғни ыстық пернелер арқылы осы әрекетте алдын ала қарау режимі орындалады екен. Балалар, Scratch бағдарламасында жобаны баспаға шығару үшін Scratch бағдарламасында баспаға шығаратын арнайы команда жоқ. Сол себептен біз Print Screen пернесін қолданамыз. Ол үшін біз Print Screen батырмасын қолданамыз. Балалар, Scratch бағдарламасындағы жобаны баспаға шығару үшін бізде Scratch бағдарламасында баспаға шығаратын арнайы команда жоқ. Сол себептен де Print Screen пернесін қолданамыз. Print Screen пернесінің қызметі өзін бір рет бассақ, экран бетін толық суретке түсіріп алады. Яғни экранда не бейнеленіп тұр, сол суретті толық түсіріп алады. Міне перне тақтадағы мына перне. Қарап тұрсаңыздар, осы Print Screen пернесі арқылы орындалған әрекет. Ал егер Alt Print Screen пернесін бірге бассақ, бізде ағымдағы терезе суретке түсіріп алады екен. Яғни белсенді болып тұрған терезені ғана суретке түсіреді. Бірге басу, міне қарасаңыздар, тек қана бізде ашылып тұрған Scratch'тегі жобаны ғана бетін экранға түсіріп алды. Енді біз Scratch'те жасалған жобаны ашып белсенді болып тұрған терезені скриншоттап аламыз, және MS Word 2007 программасына қойып баспаға жіберуге болады. Міне, біз скриншоттап алған суретті қойдық, енді осыны баспаға жіберейік. Ол үшін біз офис батырмасын басып, баспа командасын таңдаймыз, баспа бөлімшесін таңдаймыз. Сол кезде бізге мына жерде мынадай бет шығады, баспа беті шығады. Бұл бетте, яғни текущая ағымдағы бетті таңдау командасын орындаймыз, және ОК батырмасын басамыз. Яғни бізге сурет тұрған бетті ғана экран қағазға шығарып береді. Жасалған құжатымызды баспаға жіберу үшін біз екі тәсілін қарастырамыз. Бірінші тәсіл, яғни офис батырмасын басып, баспаға шығару командасын орындаймыз. Екінші тәсіл, Ctrl, ағылшынның P әріпін бірге басамыз. Яғни осы екі әрекеттің бірін орындаған кезде бізде экранда қарасаңыздар, міне. Яғни осыны іске асырып көрейік. Офис бағдарламасын басу, баспаны басу. Яғни бұл жерде қарасаңыздар, яғни мына жерде бізге беттің барлық бетті шығарайын ба, әлде ағымдағы бетті шығарайын ба, және нешінші беттерді шығарайын деген үш нүкте бар. Егер все дегенде таңдасақ барлығы, бізде қанша бет болса, сонша беттің барлығын
баспаға жібереді. Ал бізде 13 бет болып 5 бетте тұратын болсақ, осы ағымдағы бетті таңдап окей батырмасын басамыз. Ал егер бізге қажетті 13 беттің 2 және 5 беттер аралығы керек болатын болса, 2 мен сызықша 5 деп жазып окей батырмасын басамыз. Ал егер бізге 13 беттің ішінде 1 бет, 8 бет, 9 бет қажет болатын болса, біз үтірден кейін пробел тастап, осы беттерді жазып, окей батырмасын басамыз. Сол кезде баспаға біз таңдаған беттерді шығарып береді екен. Екінші жолы Ctrl+P батырмасын бассақ та, яғни баспа менюі шығады. Балалар, бүгінгі тақырып бойынша біз енді тест жұмыстарына жауап берейік. Бірінші, Print Screen пернесінің қызметін анықтаңыз. А. Экран бетін толық суретке түсіреді. Ә. Белсенді терезені суретке түсіреді. Б. MS Word терезесін суретке түсіреді. В. Scratch терезесін суретке түсіреді. Қане жауап берейік, балалар. Дұрыс жауабы экран бетін толық суретке түсіреді. Екінші, Alt Print Screen пернесінің қызметін анықтаңыз. А. Экран бетін толық суретке түсіреді. Ә. Белсенді терезені суретке түсіреді. Б. MS Word терезесін суретке түсіреді. В. Scratch терезесін суретке түсіреді. Дұрыс жауабы, балалар, белсенді терезені суретке түсіреді. Келесі тестіміз құжатты баспаға жіберу командасын анықтаңыз. А. Ctrl+V пернелерін бірге басу. Ә. Ctrl+C пернелерін бірге басу. Б. Ctrl+X пернелерін бірге басу. Б. Ctrl+P пернелерін бірге басу. Қане, барлығымыз жауап берді деген ойдамын. Ал тексеріп көрейік. Бұл жерде Ctrl+V вставить командасын орындайды. Ctrl+C копировать, Ctrl+X қырқу командасын орындаса, Ctrl+P печатқа, яғни баспаға жіберу командасын орындайды екен. Келесі, алдын ала көру командасын анықтаңыз. А. Ctrl+Alt+A пернелерін бірге басу. Ә. Ctrl+Alt+S пернелерін бірге басу. Б. Ctrl+Alt+I пернелерін бірге басу. Б. Ctrl+Alt+G пернелерін бірге басу. Дұрыс жауабын тексеріп көрейік. Ctrl+Alt+I пернелерін бірге басу. Ал балалар, келесі тапсырмада ұяшықтардағы сөздерді бос орынға қойыңыз. Санын, печат, ағымдағы сөздері берілген. Сөйлемді оқиық. Құжатты алдын ала көру үшін офис батырмасын басып, командасын орындау керек. Текущая бөлімі бетін ғана баспаға басып шығарады. Құжаттың бір ғана емес, бірнеше данасын шығарғыңыз келсе, печат батырмасының қасына дана таңдаңыз. Дұрыс жауапты тексеріп көрейік олай болса. Құжатты алдын ала көру үшін офис батырмасын басып, печат командасын орындау керек. Текущая бөлімі ағымдағы бетті ғана баспаға басып шығарады. Құжаттың бір ғана емес, бірнеше данасын шығарғыңыз келсе, печат батырмасының қасына дана, яғни санын таңдаңыз. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.